Ары қарай жоғарғы оқу орнына грантқа, яғни өтініш жіберу үшін не істейміз? Ең алдымен ЕГОВқа кіргеннен кейін білім деген жерді таңдап аламыз. Жоғарғы білім, барлығын көрсету деп білім беру гранттарын тағайындау деген жерге басамыз. Онлайн сұрау деген жерге барамыз. Қандай құжаттар керек, яғни өтініш керек болады, 3-4 фото керек болады, дәрігердің қорытындысы керек болады, аттестатымыз керек болады. Содан кейін онлайн сұрау деген жерге барамыз. Бірақ та қазіргі уақытта заявка жіберетін уақыты деген 20 шілде болғандықтан қазір ЕГОВ порталында ондай ашылып тұрған жоқ. Яғни 2026 жылдың 13 шілдесінде ашылады. Бірақ мен сізге қазір YouTube'да көрсетілген видео туралы кішкене түсіндірме айтып кетейін. Сол онлайн сұрау дегеннен кейін ұялы телефон номерін тереміз, электронды почтаны тереміз, өтініш кімнің атынан, мысалы ата-ананың атынан болса ата-ананың атынан жібереміз, егер де 18-ге толған болса оқушы өзі де жібере алады. Содан кейін аттестаттың PDF форматында файлын жүктейміз. Алтын белгі болса алтын белгі деп галочканы басамыз. ұбт-ны таңдап аламыз. ұбт-ны таңдағаннан кейін жинаған балл шығады автоматты түрде. Және де білім беру бағдарламасы қандай, мысалы физика таңдап машиностроениеға немесе нефтегазды делоға түсетін болсақ, соны таңдап аламыз, мысалы ТП-мен қол қоямыз, немесе жаңағы SMS арқылы да өтініш қалдыруға болады. Одан кейін сол өтінішімізді жібергеннен кейін жаңағыдай жеке кабинетімізге кіріп, кіріс хаттар келіп тұратын жерге кіреміз де, сол жерге өтініш қабылданды деген шығады.